Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геометриялық фигуралардың жазбасы. Бүгінгі сабақта кеңістік геометриялық фигуралардың пирамида, цилиндр, конус жазбасын тануды, фигураларды олардың жазбасымен сәйкестендіруді және құрастыруды үйренесіңдер. Есімізге түсірейік. Кеңістік фигуралар цилиндр, текше, конус, шар және пирамида. Бірінші тапсырма. Ғимараттарға қарағанда қандай геометриялық фигуралар естеріңе түседі? Болашақтың қаласында үйлердің пішіні әртүрлі болады. Бірінші ғимараттың пішіні пирамидаға ұқсайды. Ал екінші ғимараттың пішіні ол шарға ұқсайды. Үшінші ғимараттың пішіні цилиндрге ұқсайды. Пирамида, шар, цилиндр бұл кеңістік геометриялық фигуралар. Қандай фигуралар бейнеленген? Оларды атаңдар. Суретте кеңістік геометриялық фигуралар бейнеленген. Цилиндр, төртбұрышты пирамида, тікбұрышты параллелепипед, үшбұрышты пирамида, конус және текше. Бұлар кеңістік фигуралар. Кеңістік фигуралар үнемі жазықтықтан жоғары тұрады. Оларды үстел бетіне жазып қоюға болмайды. Тікбұрышты параллелепипед көлемді фигура. Ол тек тік төртбұрыштардан тұратындықтан тікбұрышты параллелепипед деп аталады. Ал текше барлық қабырғалары тең параллелепипед. Олардың жазбасына қараңдар. Бірінші жазба текшенің жазбасы, ал екінші жазба тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы. Олардың ұқсастығы неде? Екі жазбаның ұқсастығы, екеуінің де 6 жағы бар. Ал айырмашылығы неде? Шашының барлық жағы тең. Ал тікбұрышты параллелепипедтің қарама-қарсы жақтары жұп-жұбымен тең болады. Үстел үстіне үшбұрыш немесе төртбұрыш қойыңдар. Үстелден жоғары жатқан бір нүктені алып, сол нүктені үстел бетіндегі фигураның барлық нүктесімен қосып шықтым деп ойлаңдар. Онда пирамиданы аласыңдар. Пирамиданың табандары үшбұрыш, төртбұрыш, көпбұрыш. Ал пирамиданың бүйір жақтары ол үшбұрыш. Қағаздан дөңгелектерді кесіп алып, оларды бірінің үстіне бірін қойсаң, кеңістік фигура, яғни цилиндрді аласың. Шарды, дөңгелектің немесе жарты дөңгелектің диаметрі бойынша, ал конусты тікбұрышты үшбұрыштың тікбұрышының қабырғасы бойынша айналдырып аласың. Конустың жазбасы дөңгелек пен дөңгелек сектор деп аталатын фигурадан тұрады. Дөңгелек сектор дегеніміз екі радиуспен шектелген дөңгелектің бөлігі болып табылады. Бесінші тапсырма. Жазбалардан қандай фигуралар жасауға болатынын анықтап көріңдер. Бірінші жазбаға қараймыз. Бұл жазба тік төртбұрыштардан және екі шаршыдан тұрады. Бұл тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы. Екінші жазба екі дөңгелектен және тік төртбұрыштан тұрады. Бұл жазба цилиндрдің жазбасы. Келесі жазбаның барлық бөліктері шаршыдан тұрады. Бұл текшенің жазбасы. Ал мына берілген жазба шаршыдан және үшбұрыштардан тұрады. Бұл пирамиданың жазбасы болып табылады. Есімізде сақтайық. Пирамиданың табанын көпбұрыш құрайды. Ал бүйір жақтары ортақ төбесі бар үшбұрыштар. Пирамиданың жазбасы табаны болып саналатын көпбұрыш пен үшбұрыш пішінді бүйір жақтарынан тұратын жазық фигура болып табылады. Алтыншы тапсырма. Қандай геометриялық фигуралар болашақтағы көліктерге ұқсайды? Осы көліктердің үлгісін дайындау үшін қандай фигураның жазбасы қажет болады?
Бірінші көліктің үлгісін дайындау үшін бізге цилиндрдің жазбасы қажет болады. Екінші көліктің үлгісін дайындау үшін бізге конустың жазбасы қажет. Ал үшінші көліктің үлгісін дайындау үшін бізге пирамиданың жазбасы қажет болады. Жетінші тапсырма. Фигуралардың ауданын есептеңдер. Бұл құрама фигуралар. Бірінші фигураның ауданын есептеу үшін боялған және боялмаған бөлігін қамтып, тік төртбұрыш пішінді фигураның ауданын есептеп аламыз. Ұзындығы 10 см, ені 4 см, ауданы 40 квадрат сантиметрге тең. Енді боялмаған бөлігінің ауданын есептеп аламыз. Боялмаған бөлігі қабырғасы 2 сантиметрге тең шаршы пішінді. Оның ауданы 4 квадрат сантиметрге тең. Енді фигураның боялған бөлігінің ауданын табу үшін фигураның ауданынан боялмаған бөлігінің ауданын азайтамыз. 40 пен 4-тің айырмасы 36 квадрат сантиметрге тең болды. Келесі фигура, бұл да құрама фигура. Боялған бөліктерінің ауданын есептеп аламыз. Бірінші бөлігі бұл шаршы пішінді, қабырғасының ұзындығы 6 сантиметрге тең. Ендеше бірінші бөлігінің ауданын есептеп аламыз. 6 мен 6-ның көбейтіндісі 36 квадрат сантиметрге тең. Екінші фигура бұл тік төртбұрыш пішінді. Оның ұзындығы 6 сантиметр, ені 2 сантиметрге тең. Бұл боялған бөлігінің ауданы 12 квадрат сантиметрге тең болды. Үшінші бөлігі тік төртбұрыш пішінді. Оның ұзындығы 8 сантиметр болса, ені 2 сантиметрге тең. Бұл бөлігінің ауданы 16 квадрат сантиметрге тең. Енді осы үш бөліктің аудандарын қосамыз. 36, 12 және 16 сандарының қосындысы 64-ке тең. Демек, құрама фигураның ауданы 64 квадрат сантиметрге тең болды. 9-шы тапсырма. Табаны шаршы болатын пирамиданың жазбасын әзірлеңдер. Қабырғаларының ұзындығы 7 сантиметр болатын шаршы сызыңдар. Әр қабырғаның дәл ортасын табамыз. Әрбір қабырғаның дәл ортасын нүктелеп белгілеп аламыз. Әр қабырғасының ортасынан ұзындығы 6 сантиметр перпендикуляр кесінді сызамыз. Келесі. Суретте көрсетілгендей үшбұрыштар салыңдар. Бір-біріне желімдеу үшін артық орындарды қай жерінен қалдыру керек екенін ойланыңдар. Сызық бойымен бүктеп, дайындаманы қиып алыңдар. Пирамиданы ұқыптап желімдеңдер. Міне, табаны шаршы болатын пирамиданың жазбасын әзірледіңдер. Сабағымызды қорытындылайық. Кеңістік геометриялық фигуралардың жазбасын тануды, фигураларды олардың жазбасымен сәйкестендіруді және құрастыруды үйрендіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.